Көрінбей қалады. Саламатсыздар ма? Қош келдіңіздер, құрметті ауыл тұрғындары. Бүгін қоғамдық тыңдау өткелі отыр. Яғни КМГ барлау сейсмикалық жұмыстарын жүргізуді осы Миялы ауылында Береке учаскесінде 3 шақырым жерден бастап жүргізу жоспарланған. Қоғамдық тыңдаудың төрағасы ретінде мен өзім округтың әкімін, жергілікті атқарушы орган ұсынамын. Хатшылыққа КМГ барлау экологы Сардарбек Лайла ұсынылады. Олай болса, қоғамдық тыңдауды ашық деп жариялаймыз. Келіп отырған қонақтар өздері бастай берсеңіздер болады. Бір-бірімізді таныстырып өтейік. Құрметті ханымдар мен мырзалар, Миялы тұрғындары. Енді ең алдымен осы кездесуге назар аударып, мына жиналысқа қатысқаны үшін КМГ барлау және BGP атынан алғысымды білдіруге рұқсат етіңіздер. Менің атым Орал Шоқан болады. КМГ барлау қызметкерімін. Бас менеджер геофизика бойынша боламын. Енді біз осы жерде далалық сейсмикалық барлау жұмыстары өткізейін деп отырмыз. Бұл 3,5 ай созылады. Бұл жұмыстар осыдан кейін бұл учаскеде енді жұмыстарын өткізуге мұнай немесе газ болуы мүмкін екенін анықтауға болады. Бүгін енді таныстырып өтейік. BGP-ден келген біздің Тастанов өкілі Тастанов Шалдарбек, эколог біздің Шакир Айгерім. Алай Шакир бастап жүрсеңіз енді қандай жұмыс? Айтып өтіңіз. Қысқаша айта салайын, бізде регламент бойынша бірінші екі баяндамашы болады. Геофизика жағынан Шалдарбек аға, экология жағынан мен Шакирова Айгерім сіздерге презентациямен қысқаша таныстырулар атап өтеміз. Содан кейін сұрақтарыңыз болса, сұрақ жауапқа көшеміз. Сол регламент бойынша жұмыс жасасақ. Қайырлы күн ағайын. Жаңағы алда айтып кеткендей, Қазмұнайгаз барлау компаниясы тапсырыс беруші біздің BGP компаниясының өкілінің BGP далалық сейсмикалық іздестіру жұмыстарын жүргізеді. Бұл уақытша жаңа 2 айлық жұмыс істеп, бар материалдарды мысалы заказчик деген тапсырыс беруші өтсеңіз, оларды мемлекеттік орган Қазмұнайгаз Ақтөбеде сотып өтеді. Бұл далалық жер қабатын іздеу, жаңа тәсілмен іздеу, бұрындары Совет одағы кезінде де істеліп жүрген, бірақ қазір басқаша техника бар, басқа өңдеу тәсілі бар, басқа жұмыс істеу тәсілдері бар. Соған байланысты жаңаша бұл қазіргі істелетін жұмыс тереңгі қабаттарды зерттейміз. Сол жұмыстар біздің компанияның основной далада тұрамыз. Біздің партия естіңіздер, ол көшіп қонып жатыр. Мынандай вагондарда тұрады. 50-60 вагондар болады, адамдар, жұмысшылар тұратын. Ішінде асханасы бар, шомылатын, душ дейді, бәрі бар. Офистары болады, жұмыс істейтіндердің. Мына далаға төсейтін кабельдеріміз, мынау қызғыш кабель, осы мына сіздердің далаларыңызда төселіп жатады. Оның бойында қара кабельге жалғанған геофон дейді, ол тікеден қадалып тұрады. Жаппай 400 метр сайын осындай кабельдер жатады. Ұзын 10-15 километрге созылды. Просто сіздер енді ары-бері жүргенде соны байқап жүріңіздер. Ешқандай жолда, қара жолдарда болса, біз оны жасырып, андай резина бар, өзі арнайы соның астынан өткіземіз. Анау машина, көлік аз жүретін жерде көміп жасырып қоямыз. Сіздерге кедергі келмейді, жүріп
ол жерде жүргенде біздің осы кабель төселген кабельдің бәрі жиналып сейсмостанция деген болады. Соған жалғанып тұрады, ол сол бүкіл кабельді бүйтіп экрандан картадан көріп отырады. Қай жерде кабель ажырап қалды, или контакт деген болады, контакт болмаса сол жер істемей қалды деп соның бойында жұмысшылар болады, бәрінде рациямен жаңа пикетін айтады, сол жерге барып та соны жалғай, көреді, тексереді, сөйтіп бақылап отырады. Бәрі дұрыс жалғанып тұрғаннан кейін барып жұмыс жасалады, анау дірілдететін төрт дөңгелекті бар. Бұрын көріп жүрсеңіздер, енді сол шама солар дірілдетіп өтеді. Мына біздің даладағы тұрған техникалар, ол 60-70 әртүрлі техникалар болады, пикаптар бар, бортқа жаңа кабельді таситын сейсмикалық құралдар таситын бригадалар болады. Соның бәрі осы далада жұмыс істейді. Соның кейін мына бізде қазір лагерьдің қасында базында осылай техникалар жиналып жатыр. Сонан соң ол жерде кез келген қозғалысты жерді дірілдеткен көлік жүреді, біздің көліктерде жүреді, сіздер де жүресіздер. Керек десеңіз анау малдар топырлап үйірмен жүргенде оның да дірілі бізге әсер етеді. Бірақ қараймыз, жаңа біздің техникалар болса өзіміз тоқтатамыз, мүмкін сіздердікі болса сіздерден сұрауым мүмкін. Мына жерден сәл былай жүріңіз, или тоқтай тұрыңыз деген сияқты ешқандай бір қуып жүру әңгіме болмайды. Жаңа түсініп алыңыздар, өйткені неге бұл үйді басып неге дегеніміз, өйткені станция қарап отырады. Діріл тыныштық болған кезде ғана жұмыс істейді, күндіз түні жұмыс істейміз. Біз енді түнде ешкім көп жүре бермейді ғой. Сондықтан жаңа мына біздің вибраторлар осындай топпен жұмыс жасайды. Кабельді төсейтіндер төсеп өтеді, вибратор өтіп кеткеннен кейін артындағы кабельді жинап, басқа жағында төсеп кете береміз. Енді осы солтүстіктен бастасақ, оңтүстікке қарай кете береміз. Арты босап, тазара береді. Артында ешқандай жаңа біздің ең бірінші жүретін топ-отряд дейді, солар жүріп отырады, олар анау 50 метр сайын пикет дейді, соның пикетті жабыстырылған номері бар, соның координатымен соны қойып өтеді. Сол профилдің бойы координаты бойынша жаңағы кабель төселеді, диапон қойылады, жаңа жерге тығатын соның бойымен жұмысшыларымыз осылай жүреді. Соның бәрі біткесін, ол жаңа кабельде жиналады, жаңа қағып кеткен қазық сымдан жасалады, 1,5 миллиметрлік жаңағы қатты сым. Оны да жинап аламыз, еш нәрсе далада қалдырмаймыз. Сондықтан лагерде бізде күнделікті шығатын, мысалы асхананың жуған сулары, душтың суларын бәрін цистернаға жерге көміп соның ішіне құяды да, осы жергілікті компаниялар договорға отырамыз шартпен, далаға еш нәрсе төкпейді, солар жинап апарып өткізіп отырады. Құлсарыға утилизация жасайтын жерінде заңды далаға шашып төгіп кетпейді. Бұрынғы кездерде көрінген жерге төгіп, көрінген жерге шұқыр көміп кете беретін, қазір олай талап экология заңы бойынша ешқандай қатаң бақылап отырады. Қазмұнайгаздың супервайзер дегені болады, біздің жұмысты бақылайтын. Ол азынан кешке дейін біздің барлық жұмыс сапасында, тәртібінде, қауіпсіздігінде, осындай экологияны бұзатын, бұзбайтын бәрін қарап отырады. Бізде гараждағы техникалардың жөндеген кезде майлар ауысып жатса, майды да далаға төкпейміз, оны да заңды түрде келісім шартпен жергілікті мекемемен келісімге отырамыз, солар жинап алып тұрады. Қатты отходтар, мусор дейміз ғой, контейнерге жинаймыз, оны да жинап әкетіп отырады. Далалық жерге ешқандай зат, мысалы, қалдырып кетпейміз, көміп кетпейміз. Кейін лагерь тұрған жер біткесін, тегістеп бәрін рекультивация жасап, жергілікті органға шақырып көрсетіп, өткізіп актімен өткізіп. Егер сіздердің көздеріңізге бір жерде анау профильдің бойында баклашты тастайды, анау оны да қадағалаймыз негізі. Енді көпшілік адамдар болғасын, кім біледі, тастап кетіп көріп жатсаңыздар, мына әкім бар өздеріңіздің. Әкімде біздің бәрі партия телефондар болады, хабарласа, пәлен жерде десе, оның бәрі талаптарыңызды орындайды. Соның кейін біздегі техникалар базадан шыққанда тек жұмысқа барып, жұмысқа сол өзі жобалы бағытпен барып келеді. Айланып, ел аралап, қаңғып жұмысқа жүруге рұқсат жоқ. Барады, қайтады. Егер осылай ауыл аралап қуып жүретін біреулер болса, оны да айтуға болады. Бірден ондайды орнына қойып ешқандай шығартпайды. Мына күнде азанда жұмысқа барарда 5 минуттық дейді, андай инструкция болады. Әр бригадаға түсіндіреді. Бүгінгі
жоспарын түсіндіреді, қауіпсіздігін түсіндіреді, қалай барып келуін түсіндіріп, күнде таңертең осылай жұмысқа шығарып салады. Күнде таңертең бізде врач отырады, бүкіл водитель техникаға байланысты машина техника айдайтындарды давлесін өлшейді, алкотесттен өткізеді, сөйтіп барып жұмысқа шығады. Керек десе кешке келгенде де тексереді кейде. Мүмкін азында қуып жүріп бір жерден арақ ішіп қойма, ол арақ ішкенге өте қатал. Ол бірден өйткені қауіпті адам тасиды, басқа болады деген сияқты. Қауіпсіздік жағы бізде талабы өте жоғары. Так, осы основны біздің мен енді мынау мердігер компанияның өкілімін. Қазмұнайгаз Айту тапсырыс беруші компания. Сондықтан біздің жұмыстың жалпы мағынасы осындай. Енді қазір эколог осы жұмыстың бәріне мемлекеттік өздерінің жоспары, несі жұмысы бар, соны таныстырады. Соны ары қарай жаңағыдай сұрақ алмаса береміз. Қарсы болмасаңыздар, мен осы презентацияны көрсетіп, баяндама жасасам болады ма? Болады. Теріс болып қалмайсыз сізге? Иә, мына жаққа отырып көрсетіп отырмыз. Иә, көрсетіп айта бергенде. Тағы да қайырлы күн, қоғамдық тыңдау қатысушылары, уақыт бөліп келгендеріңізге рахмет. Бізде бүгінгі қоғамдық тыңдаудың негізгі тақырыбы осы қоршаған ортаға әсерді бағалау, яғни қоршаған ортаны қорғау бөлімі және сол экология бойынша рұқсат алу материалдарын қарастыру болып табылады. Бұл жоба қазір экология департаментінде Ақтөбе облысы бойынша экспертизада жатыр. Осы қоғамдық тыңдау ережелерінің негізіне сәйкес, экологиялық кодекске байланысты бұл жоба осылай қоғамдық тыңдаудан өтуі қажет. Яғни неліктен сіздердің алдыңызға келіп отырмын, себебі бұл осы Ақтөбе облысындағы ең жақын тұрғын елді мекен болғандықтан, сол ережесі бойынша, қоғамдық тыңдаулар өткізу ережесі бойынша біз ең жақын елді мекенге өткізіп таныстыруымыз қажет. Жалпы осы әсерді бағалау туралы жобаны қарастырған кезде біз бұның ішінде ауаға әсерін, топыраққа, сонымен қатар суға әсерін бағалап өтеміз. Бұл жерде бірден айтып өтейін, суға болған кезде бұл жаңа айтып өтті ғой, партия деп, сол партияда суды ауыз суды алып келіп отырады. Басқа сумен ешқандай жаңа өзен көлдерді басып өтпейді. Негізгі мақсаты осы сейсмикалық барлау жұмыстарының, бұл жаңа мұнай кен орындарын іздеу болып табылады. Ол жаңа жоғарыда айтып өткендей, озық технологияларды қолдана отыру арқылы, яғни айтады оны искусственно жасанды діріл арқылы осы сейсмикалық жұмыстарды жүргізу, барлау жұмыстары. Сонымен қатар осы жұмыс кезінде қандай қондырғылар қолдануында айтып өтсем болады. Мына жерде мысалы 15 вибратор қолданады, оның 3-і резервный, 12-сі негізгі болып табылады. Жұмыс кезіндегі негізгі түрі бұл геологиялық барлау жұмыстары, яғни соның ішінде іздестіру, бағалау жұмыстары. Бұл жерде негізгі ластаушы заттардың көзіне тоқталып өтейін. Осы сейсмикалық барлау жұмыстарын жүргізу кезінде кәдімгі өздеріңіз білетін дизель электр станциясын пайдаланады, электр қуатын өндіру үшін. Және жаңағы діріл қондырғылары, вибраторларды қолданады. Сонымен қатар дәнекерлеу, орысша айтқанда сварка жұмыстары да болуы мүмкін. Солар бізде атмосфераға алуға ластаушы заттар көздері болып табылады. Жалпы шығарынды көлемі 105,5 тоннаны құрайды. Жобамыздағы есеп бойынша. Сонымен қатар міне ластаушы заттардың түрлерін қандай заттар екенін де көрсеңіздер болады. Ол біздегі азот оксиді, диоксид, бензол, жаңағы дизель генератор жаққан, дистопливаны жаққан кезде бөлінетін қарапайым күнделікті тұрмыста пайдаланатын сияқты заттар бөлінеді. Көміртек, оксиді, марганец, олар бізде дәнекерлеу жұмысын жүргізген кезде бөлінетін ластаушы заттар. Жалпы осы жоспарланған қызмет ағымдағы жылдың маусым айының басынан 25-ші жылдың қараша айының соңына дейін жоспарлануда. Яғни бұл уақытша жасалынатын жұмыс, тек барлау жұмыстары, іздестіру жұмыстары.
Бұл бізде Атырау облысы мен Ақтөбе облысының маңайын қамтиды. Яғни картадан көрсеңіздер болады. Соның ішінде міне сіздердің Миялы ауылына келіп отырмыз. Картадан да көрсеңіздер болады. Мына жерге қойдық және сіздерге қағаз нұсқасында бердік. Егер көрінбесе тағы да картадан көрсеңіздер болады. Сонымен қатар бұл атмосфералық ауаға әсерді бағалау интегралы бойынша 2 баллды құрайды. Яғни ол 1-ден 8 баллға дейін беріледі. Ол көбіне қамтитын аудан аралығын, уақыт шкаласын барлығын есептеу арқылы шығарылады. Яғни бұл 2 баллды құрайтын әсер рұқсат етілген стандарттар шегіндегі төмен әсер болып табылады. Эмиссия көздері, жаңағы айтып өткен стационарлық ластаушы заттар көздері. Сонымен қатар жаңа айтып өттім ғой, су деп. Осы партиядағы пайдаланатын тұрмыстық суларды жұмыс жасап бастағаннан кейін 90-ына 1 рет аналитикалық талдау жасап, жаңа лаборатория келіп 1 рет талдау жасап отыратын болады. Кварталына 1 рет. Сол сияқты жаңағы ауаны да, топырақты да зерттеп отыратын болады, анализ жасап отыратын болады. Қалдықтарға тоқталатын болсақ, жаңа айтқандай қалдықтарды барлығын уақытша жинайды сол алаңдарда и басқа қалдықтарды алып кететін организация ұжымдармен келісім шарт жасау арқылы шығарылып отырылады. Оның ішінде біздегі қарапайым күнделікті сіздер білетін коммуналдық қалдықтар түзілуі мүмкін, дәнекерлеу, электродтар, сваркадан қалатын тозған дөңгелектер болуы мүмкін, немесе майлы шүберектер. Жалпы көлемі 7 түрлі қалдық түзіледі. Сонымен қатар осы жұмысты жасау барысында қоршаған ортаны қорғау іс-шаралары да жоспарланған. Яғни оны слайдтан көрсеңіздер де болады. Жаңағы айтқандай жанар-жағармай төгілуін болдырмау, тұтыну қалдықтарын уақытылы шығару және кәдеге жарату, қайта пайдалану жұмыстары болуы мүмкін, немесе суды ұтымды пайдалану. Өндірістік экологиялық бақылау жұмыстарын уақытылы жүргізіп отыру, мониторингтік жұмыстарды және тағы басқа іс-шараларды көрсеңіздер болады. Қысқаша айтқанда біздегі ақпарат осы, жаңағы су, ауа, топырақ жөнінде. Сіздердің уақыттарыңызды алмас үшін мен түсінікті болу үшін қысқаша айтып өтуге тырыстым. Сұрақтарыңыз болса, рахмет. жауап берейін. Ал енді олай болса, олдастар түсінсек, осы келіп жатқан компанияға ұсыныс, ескертпе, сұрақтарыңыз болса, Свет жағып. Бұларда қайта отырыңыздар. Ойларыңыздан тұрып, ат-жөніңізді айтайық, бәріне камерада болғасын. Жазып. мен сұрақты жіберейін саған. Қауымдастық мүшесі Кенжебай Болатбек. Сұрағым бар. Жерлерді, қожалықтардың жерін өтеді ғой. Басып өткенде, сол бұрынғылар жаңағы өтіп жүргендер ақша берді. Өтемақы. Оны енді заказчик BGP-ді өз жауап берсін, ол жөнінде. Ақшаға қатысты болмаған емес. Онда отыра беріңіз. Жаңағы дәлелдер болып тұрады ғой енді. Уақытша ол искусственно жасалды. Жүріп жатырғанда. Енді ол діріл сол маңайдағы адамдарға әсер ете ма, малдарға? Мысалы жүріп бара тұрып Ол уақытша болады, ол ондай болмайды. бір пик белдемей ма? Иә. Бірінші мына кісіге сұрақ жауап берейік, сосын терезеге. Сұрақ қойып болсын. Сұрақ қойылды ғой. Компенсация жөніндегі жер туралы. Біздің субподрядчигіміз бар, осы Нұркен көбейсін. Сол бұл сұрақтар сол жауап береді. Жеке әр сөйлеседі ғой, өздері келіп сөйлеседі. Қалай кім? Қожалық жерін өтіп барды. Білмейді ол. Иә, түсініп. Кейбіреуге мысалға ақша керек емес. Кейбіреу сондай болды. Кейбіреудің өздеріне қызмет жасау керек. Өзім түсіндіріп айта кетейін. Мен есім Нұркен көбейсін. Мен осы жоба менеджерімін, осы участок бойынша. Бұл жұмыстарды бастамастан бұрын, мынау тек бастамасы. Қазір сәйкесінше қаулы шығарып әкімдіктен, районнан. Сіз жаңағы экология өзінің рұқсатын бергеннен кейін бар. Экспликация деген бар. Экспликацияны біз береміз. Біз жұмыс жасайтын мына картада көрініп тұрған жерде
өзінің угловой координаттары бар. Сонымен экспликация бергенде өкімет біздерге береді. Мына жерде осындай деген шаруа қожалық бар. Одан бөлек мына жерде осындай деген мекеменің трубопроводы бар. Болмаса осындайдың столбасы бар, басқасы бар деген сияқты. Соның бізге информациясын береді. Бізде қазір ондай информация жоқ. Сол информацияны беріп, енді ол білесіздер, ауыл шаруашылық мақсатында берілген жерлер екіге бөлінеді. Біреу жаңағы егіншілік, екінші жайылым. Енді біз бұның алдында жайылым жерлерде жұмыс жасадық. Жайылым жерлерде жұмыс жасаған кезде, енді білесіздер жаңағыдай қаракеде егеді, басқасын егеді. Енді оны полияның ортасына өткен кезде міндетті түрде енді біреудің еккен егін үстін енді техника былай өткенде басады ғой. Соны біз өтемақысын тегін. Ондайлар Батыс Қазақстанда болды бізде, Шыңғырлау ауданында болды. Мына сіздің жайылым жерлерге байланысты мен қосымша жергілікті атқару органына мен мәлімет беремін қазір, заң жүзінде қалай екенін мен қазір енді анықтап айтатын болсам, енді әр жердің өзінше балуанитеті бар. Соған байланысты пәтерлер қарастырылған. Енді оның коэффициентін енді маған қазір информация беру керек, соны күтіп отырмыз. Соған сәйкес жүргізілетін болады. Енді менің білуімше бір ары кетсе бір 20 шаруа қожалықтың ары берісі деп айтқан болатын. Бірақ официальный письмоны күтіп отырмын. Ол бұрын НПЦ-зем деген мекеме бар еді. Қазір ол НПЦ-зем емес, қазір кадастр НАО правительство для граждан деген мекемеде болады. Біз мына жобамыз 2 облысты қамтып отыр ғой. Енді көп бөлігі Атырау облысы Жылой ауданына қарасты да. Байғанин жағында азғантай ғана бөлігі бар. Шамамен айтқанда сол Атыраудың шекарасы бар ғой, сол жерге жақын жерде. Сонымен бір 20 шақты шаруа қожалығы, сосын бір 2-3 не болу керек, жаңағыдай коммуникацияның нелері. Ол міндетті түрде ол жаңа потеря деген ол бар қарастырылған. Ол заңда бар нәрсе ғой. Бонитет бойынша әкімшілік бонитет береді, сол бонитет коэффициент бойынша ақша компенсациясын төлейді. Бір жерде шөбі шүйгін келеді, мысалы. Бір жерде мысалы шөп жоқ, сортаң келеді. Соның бал бонитетіне байланысты өкіметте сол коэффициентті шығарып қойған. Соған сәйкес жүргізіледі. Ол заңда жазылып тұрған мәселе ғой. Сұрақтар болатын болса, мен қазір визиткамды тастап кете салайын. Тікелей сұрақ болатын болса. Болмаса жаңағы әкімдік арқылы. Екінші сұрақ болады, дірілдеген көзі зиян ба деп. Дірілдегенде мына адамдарға, малға әсері қандай болады? Жоқ, болмайды ешқандай әсер. Тіпті. Себебі ол жұмыс жасайтын аумақта сіздер болмайсыздар ғой. Жоқ, болғанда күнде де мысалы біз промзонаның ішінде, Жетібай, Жаңаөзенде, месторождениенің ішінде бәрін аралап жұмыс істегенбіз. Біз енді бұны өкімет арнайы бір аппараттар бар, ана үйге зиян тексеретін. Қаншалықты зиян кетіреді. Ол бәрінің шешімі, оның отчеті болады, онда қауіп болмайды. Мына далада отқан егер мал қора анау болса, оған жоламаймыз. Оны сәл жылжытамыз. Ол жерде айларын көтереміз. Ана ескі қорымдар болады, оларға көп жоламаймыз. Оларды айларын көтереміз. Жалпы негізі бұл олай неге зияны жоқ деп саналады. Мен қосымша айта салайын, біз ақсақал, ана осы жобаны бастамастан бұрын археологиялық біз іздеу, археологиялық заключениені аламыз. Анау лицензиясы бар мекемелер, осы арада қандай қорымдар бар. Бұрынғы жаңағы бейіттер бар. Солардың бәрін айтып, бізге картаға салып береді. Осы жерде ежелгі қол, ол былай қарағанда көзге көрінбейтін қорымдар да болуы мүмкін. Жермен не болып отырған? Тексеріп кеткен. Бір қарағанда көрінбейді, бірақ біз оны да ескеріп, оны айналып өтіп жұмыс жасайтын боламыз. Бұл жерде қола дәуірінің қорымдары бар. Соның бәрін береді бізге өкімет. Ол заключениесі бар, ол біздерге өзіңізге қызық болатын болса, оны былай бола ма екен оны көрсетуге? Қалай? Қай жерде не бар? Жоқ, енді картасын білу үшін. Карта жайлы болады, Бізге ондай жерге рұқсат та бермейді. Жоқ, картасымен керек болса, қай жерде қандай болады? Астында көмбе болса көрсете береді. Ол көмбесін көрсетпейді. Карта бергенде енді халық әртүрлі болады ғой. Ертең қазба Жоқ, бізге оның картасының керегі жоқ. Қола дәуірінің қоныстары бар. Оны ескереді, міндетті түрде. Жақсы, тағы да кімде сұрақ бар? Ұсыныс бар? Көбейсін жарас өрт сөндіру бекетінің басшысы. Біз осыған дейін жаңа мен сұрағым начальник столовыйға. Ет жөнінде. Мен де айта салып, мен жауап бере өтейін. Соған да жауап.
етпен қамту. еттен қамту осыған дейін бізден ауылдан алып келіп жетісіне 10 күн сайын бір малда жақсы. Бұл осылай енді біздерде жаңағы мынау бас тапсырыс беруші Қазмұнайгаз барлау деген мекеме ғой. Енді оның жаңа мердігері BGP деген мекеме. Енді BGP деген мекеме ол өзі жаңағыдай обеспечение питанием. Азық-түлікпен қамтамасыз ететін мекемені шақыртады. Енді ол мекеме оларға осы жақын жерден етті тасыған тиімді ғой. Ол мен білуімше бұл жерде енді қателеспесем кетеринг AKX деген компания сол жаңағы продовольствиемен қамтамасыз ететін болады. Біздер енді сиыр жөнінен білмеймін. ол компанияға сіздердің сөздеріңіз жүрмей ме? Сөзімді жүргенде біздерде деген жаңағы Ауылдан алдыруға ауылдан алуға болады, оның ешқандай кедергісі жоқ. Просто жаңағы құжаттамаларын сол жерінен шамалы әлекке жоқ, салады. осы жерден справкамен барып басынан сойып береміз олай болса. Болады, ол вопрос ашық, ол вообще. Ол Килограмм 3 мыңнан қабылдап берсе, потому что үй бізде басына бір малда. мысалы енді мен ашық айтайын, мысалы енді қой алады, жаңағы мейрамның тұсына түсіп қалады, жігіттер өздері жиналып қой алады, өнертейін жаңағы столовый тамағынан гөрі қойдақ істейміз дейді, сосын жаңағы шылат алады, ондайлар бізде болып тұрады. құрбан айт келе жатыр дейсіз. Маңғыстау өңірінде болды сол шылат алып тұрып бастаймыз. құлсар жақын құлсардан қалған жер бізден ауылдан Жоқ, мына жерден енді бәрі білеміз ғой, мына жерде оймау миял деген өлкенің жаңағы малы жақсы шығар. Семіз келеді деп бәрі естіп біліп отырғаннан кейін Тәуір етпен тәуір сүт осы жерден мен ұсынысты мен айтайын. Ол мысалы Шоқан Нұрекенұлы сізді жеткізе салыңыз. Енді біз жаңағыдай міндеттей алмаймыз, иә? Бірақ ұсыныс ретінде осы жергілікті көбісі малмен айналысқасын, шамалы болса да ізгілік болсын деген сөз. Ол только приветствуется. Ана жерде шамамен 60-70 адамдай жұмыс жасайды ма? 260-дан. 100 күн сайын бұл, 100 күн сайын бір мал алынды. 200 сондай болса ол мәселе рабочий порядкте шешеміз. халықтың тауары ғой, тауары. Өрт бойынша сұрақ бола ма деп соны Жоқ, мен өзім өрт сөндіру бекетінің басшысын алдым. өрт бойынша сұрақ бола ма деп Ол барса жетіп барады. өрт бойынша Өзгені көрсетті сіздер жақтан 3-4 иә оны жаңағы келмеді, яғни. жаңа ғана жақсы, оны құлағдар еткізді. Атырау облысында болған шекарасында өрт, оны осы жігіттер сөндірді жаңа. Жоқ, тағы кетті 3-4 кіло. Жоқ, сол 3 точка таңертеңге түскен дейді, мен сөйлесіп отырмын. енді өрт болатындай бізде техникада ол жерде ешқандай искрогасительдері бар, далалықта темекі шегу, соны ол бәрі енді Бізде анау кабельдер жаңа көрсеткен 400 метр сайын мысалы ені 10 шақты 15 километр ұзындығы 20 километр төселіп жатады. Өрт деген бізге өте қауіпті. Біз үшін ана кабельді жинап үлгермейміз. Ол сырты шыға шейінше қызатты, еритті қалады, түкке жарамайды. Өте қымбат зат. Сондықтан өрт жағына біз ол жағы өте қатер. Біз о сырттан келген өрттен қорқамыз. Шөп қалың жер бар. Сондықтан біз жақтан ондай болады деп мен бұл Ақтөбе облысында жұмыс жасағанбыз. Талай өрт болған, кабельдеріміз өртенді, ол қашып зор оқылатынбыз. Бұл енді бір дала ғой, кім біледі, ана шиша жатады, одан да шығады дейді, сынған неден. О жағына сақ боламыз. Сұрағын қойайын ба? Жақсы қойыңыз. Нұрғали Гайдар, мектепте шаруашылық меңгеруші. Сен біздің жаңа айтып жатқан экологиялық жұмыстар жөнінде, тазалықтар жөнінде өте айтып жатсыңдар орында. Негізі біздің ауылымыздың, жан-жағымыздың таза болғанын біз жақсы көреміз. Жұмыс болғанмен де, тексеру болғанмен де, малымыз бар, жанымыз бар. Бірнеше жылдан бері осы елде біздер өмір сүріп жатырмыз. Бірнеше аталарымыз бастырған кезде айтулардың орында тазалық өте керек. Бақылашқа дейін айтуға соның бәрі керек тазалық. Біз жем өзені бар, судың айналасы таза болу керек. Оған келеді, машиналар келеді. Сондай енді тазалықтардың бәрі айту орында. Сонымен қатар біздің мына халқымыз өмір сүріп отырмыз, малмен, малға да зиян болмау керек, оның ешқандай. Сонымен қатар сосын мына ауылымыздың азаматтары бар, жұмыссыз жүрген. Осы компания біздің ауылымыздың балдарын, жұмысшы алаң екен біздің. Мамандықтар бар әртүрлі балдардың, электрик деген сияқты, басқа да мамандықтар бар, шопырлар бар деген сияқты. Оны ауылдан адам алына ма? Иә, алынады. Не бар, 5 адам аламыз.
бірақ ол адамды әкімшілік арқылы аламыз ол заң бойынша болсын да. Уақытылы мектептерге сай Әйтпесе 18 жасқа кәмелетке толған баланы алуға болады. Bizde vakti yok. Уақыт жоқ. Постоянно ма? 3 ay dese 3 ay. 3 ай отырады, иә. Ana burovikler сияқты емес те. Үш айға контрактімен сразу. Иә, договормен шартпен бәрі заңды болады. Үйге Үйге барып келіп жұмыс істеймін деген болмайды. акимат арқылы деген Сол жерде жұмыссыздыққа тіркеліп, сосын өзі кісілерді алады. Жұмыссыздыққа тіркеліп алады. Бiri жұмыссыз арқылы ғой. Жақын жерден Бесеуілер, алтауылар жатып істейді. Ол былай болды, мысалы, басқа ауылдар, біз енді 5 осы участок бітірдік, осы Орал жақта, Маңғыстау жақта, Ақтөбе жақта. Енді 5 адам дедік, 5 адам, сол ауылдан 5 адам алған жоқпыз ғой біз. Біз 25 адам алдық. Неге олай болды? 5 адамды аламыз, 5-еуінен тек қана біреу жұмыс істейді, 4-еуі 2-3 күннен кейін кетеді. Ол жұмыс ондай жасамаймын деп, ауыр жұмыс. Әсіресе мына жастарда болсын, анау қазір жастар білесіңдер ғой, телефон ұстап отырады, оған қыдырғысы келеді, мындай қара жұмыс үйренбеген. Бірақ бар ондай адамдар, сол 25 адамнан ептеп әйтеуір сол 5 адамға толып сол жұмыс істеді енді. Ayağına deyince gönderiyor da. 400 метр кабельді арқалап жүру деген оңай емес қой. Иә, ондай емес қой. Бала кезден бәрін біледі сол қара жұмыстан. Біздің ол қара жұмыс жасап үйренген болған. Yok, şimdi болады. Tamam. Ішінен осындай кәдімгідей енді Өткен жылда қара жігіттер болай, жақсы болады енді. Иә, сол 4 адамдай жұмыс жасады. Біледі ол. Маңда бұл компания көптен бері жүріп Абай жағынан бері жүріп, Жарғаныста болды, ұстарында. Тағы да сұрақтарыңыз болса? Тағы да сұрақ. Қауіпсіздік бойынша мен ауыл учаскелік полиция инспекторы боламын. Атым Нұрман Қайратова десем. Біз кезінде татар деген мияқта не болды ол? Сұрада болдық, көрдік. Бірінші база қай жерде орналасады? Атырау территориясында ма, әлде Байғанин территориясында ма? Базы. Мен айтып өтейін, шамамен оның жаңағы координациясын білмеймін. Бірақ кешегі айтқан жері жаңағы бірдеңе сол деді ғой. Сізге қарай. Мен тағы бір сұрағымды айтайын. Мына жүргізетін кабельдеріңіз бар, аккумуляторларыңыз бар. Соған кім жауапты егер? Енді айтылады дейміз ғой. Иә, оған мен жауап беріп өтейін. Бізде бастапқыда осы Маңғыстау өңірінде осындай жұмыс жасаған кезде аккумуляторды ұрлап кету деген мәселелер болды. Әсіресе Жаңаөзеннің маңында солтүстік өзен деген бір жобамызда сондай болған. Онда 10 жастың балдары соны әдетке айналдырып алып, өздері білмейді жас балдар. Соны алып өткізіп 3000 теңгеге. Кешкісін жаңағы бар ғой крылышко пицца сондай алады дейді. Сондай жағдай болды. Содан кейін ойласа келе охрана компаниямен договор отырды. Күзет секьюрити компания бар. Өздерінің невалары бар, рациямен сол жаңағы ненің бәрін сүзіп қарап жүретін ба. Лицензиясы бар компания, сіздермен өздері келіп танысып, ол біздің подрядный мекеме. Олардың лицензиясы бар, олар қаруланған ба? Қаруланғанда оларда жаңағы нелері бар. Минимальный қару дейді ол. Жаңағы арыс емес, бірақ сондайлары бар. Лицензиялы мекеме. Сол әріптестеріңіз болу керек. Татаркіде болған кезде мына жерде ұрылады деп күнде маған келе береді да, мен аяқлар басқа да жұмыстар ма, аяқлар олардың кабельдерін аралап беремін, ондай келген. Болды, ол мәселе орынды сұрағыңыз. Ол охрана мекеме міндетті түрде болады. Өзі охранять етеді, линияларды қарап отырады. Өзің мықты болып, қонысыңды ұртты. Сондай жиналыста болған. Бірақ оның кабелінің бәрін жылқы сүйретіп кетті. Артынан адамдар болды, қанжығаның үстінде шашып алды. Ол ештеңеге пайда аспайды ол кабель. Иә, Іші деген қыл ғой. Тағы да сұрақтарыңыз болса, ұсыныстарыңыз болса, айта отырыңыз. Тағы да сұрақ қойып жіберейін. Мына бірдеңе сұрай берді деп айтып жүресің да. Сұрай. Иә, былтыр бір татаркы деген сендер сияқты геофизиктер келді. Оған сол мектептің бір сыртын істетіп алып еді. Енді сендерден де бір сондай көмек керек. Балалар ойын алаңын жасап беремін деп ауылға. Қолдарына келсе. Может, қарастырамыз, уәде бере алмайды. Уәде бере алмайды, бірақ қарастырамыз. Уәде берсем орындаймын ғой.
Бірақ уәде бере алмаймын, бірақ қарастырамыз. Оған уәде. шамалы нәрсе болып кетеді ғой. балаларға керек болды. 5-6 миллион жарайды. Иә. Бұл 10 шақты миллион болмайды. 15 миллион там емес қой ол. Ол енді иә мен кешіріңіз түсініп отырмын айтуыңызды. Енді ол мына недропользователь мекеме ол жаңағы жерді алып жердің қазба байлығына қолы жеткен мекеме болғаннан кейін сондай үлкен көлемде ақша берген болар. Біз недропользователь емеспіз, біз жай ғана осы үкіметтің тапсырмасын орындайтын оператор мекемеміз. Ұлттықтың түбіне келгенде самұрық қазынадан қазық мұнай газға бөлінген сол ақшаны игеріп жатқан компания болғаннан кейін енді айтып отыр ғой басшыларымыз мәселені аяқсыз қалдырмай. Ол енді мына 4 жыл отыр ғой. Ол қолдан келгенше қазір бүкіл жерде сондай саясат жүргізіп жатыр ғой бүкіл компаниялар. Қолдан келгенше әлеуметтік міндеттеме жасап десе біз қуана береміз осындай нәрсе. ол мәселені біз жеткіземіз. Ол шет жағасы былай жетті да. Мен өзім жоба менеджерім, осы мәселелерді өзім жаңағыдай не істеп. Біздің былай компаниямыз енді ол енді президенттің айтқан сөзі ғой. Бұл ана сейсмалық барлау жұмыстарын өткізіңдер, мұнай газды іздестіңдер, газ бітіп жатыр деп. Ана естіңдер 22 жылы қаңтар айында не болды? Газ жетіспейді, бүкіл Қазақстан көтерілді. Сол Тоқаев біздің президентіміз шықты былай іздестіріңдер. Сол енді біз геология барлау жұмыстарын жүргізіп отырмыз да. Былай біз недропользователь емеспіз. Мұнай газ табу деген өте оңай нәрсе емес. Қазір біз жұмыс өткіздік. Одан кейін 4 ай өтеді. 4 айдан кейін оны обработка, интерпретация жасайды. Ол тағы бір жылдай уақыт алады. Одан кейін ол бір жылдай тағы бір қоса геологтардың келіп талқылайды. Мына жерде бар ма жоқ па деп. Әйтеуір содан кейін ғана бір мәлімет шығады, қорытындысы шығады осы. Есімің кім дедің? Шоқан болады есімі. Негізі жасап кеткен дос бар. Қай жылысың? 81. Ініне келсің. Әмешен детіп кете берсейші. Жақсы. Тағы ұсыныстар сөздеріңіз бар ма? Сіздерге ақша бір сонда көмек берсе бізде қуанамыз ол. Бізге Мен өзім айтқан сөздің бастығына жетемін. Ол осы арадан осы жігіті ғой, ана басқа райондарға көмектесті енді. Мен ойымша енді өз туған жерін, өз туған жерін ұмытпасын. Атыраудікі ғой. Атырау маңайында ғой. жақсы бол, қайдасыздар. Мына бұрын бір-екі осындайды көріп, біздер жобасын біліп қалғанда келіп отырсыздар. Біздер бұрын жеріме кіргізбеймін деген айтқанбыз. Менің жерім бар. Мен енді сіздер кірмейсіңдер болды. Малымның шөбін таптайсыңдар, үстімен жүресіңдер. Ұқсатым жоқ. Сен кіруге қарсымын деген. Жоқ, ондайлар да болды. Ол енді қайта сіздер енді кішкене бұрын бір-екі келіп, көріп, адамдар істеп, азды-көп түсінсеп, жаңағы ауылдың жігіттер істеп, жаңағы мал алып, біздің де бір тауарымыз ғой малымыз енді. Жақындардан өткізіп тұрсақ, жақсы бағаға, о да адамның көңілдендіреді, үміттендіреді. Сіздер енді бір жақсы келіп отырсыздар, енді өздеріңіз білесіздер ғой. Біздер енді жаңағыдай бір көмек беріп барып, бұл мүмкіндік болып отырса берсеңіздер, біздер алғыс айтамыз, берсе беретініміз жоқ. Үйге келсеңдер шұбат береміз енді. Басқа да сұрақтарыңыз болса? Олай болса? Ауыл тұрғындардың барлық ұсыныс ескертулері хаттамаға қосылсын дейміз. Қоғамдық тыңдау өтті деп саналсын. Жақсы, келгендеріңізге рахмет. Рахмет.